Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіз. Арасы осылай көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығатын бауырсақтардың рецептін ұсынамын. Қажетті құрамын төменге описанияға жазып қоямын. Ең алдымен осындай шұңғыл ыдысқа сүтті, қайнап тұрған ыстық суды, еріген сары майды, екі ас қасық қантты саламыз. Бір шай қасық тұзды салып, қолмен араластырамыз. Қолмен араластырып тексеріп көреміз. Біздің сұйық массамыз жылы болуы қажет. Одан кейін үстіне 2 шай қасық дрожжды салып араластырамыз. Енді қамыр илейміз. Үстіне шамамен 600 граммдай ұнды електен өткізіп саламыз. Қамырымыз өте қатты болып кетпеуі қажет. Илегенде қолға жабыспайтын біркелкі жұмсақ болса жеткілікті. Кішкене ұн салып, жан-жағын бәрін жинап, біркелкі қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы орап, 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағатта қамырымыз осылай көтерілетін болады. Үстелге немесе тақтайға ұн сеуіп қамырымыздың барлығын түсіреміз. Қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп, жайып шығамыз. Қамырды өте қалың етіп жаймаймыз. Бауырсақты өзіміздің қалауымызша формалаймыз. Мен домалақ етіп жасадым. Барлық қамырды осылай етіп кесіп шығамыз. Жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Жарты сағат тұрғанда осылай пышный болып көтерілетін болады. Қызып тұрған майда бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Екі жағын қызарғанша ұстаймыз. Барлық бауырсақтарымызды қызартып пісіріп аламыз. Міне достар, бауырсақтарымыз дайын. Бауырсақтарымыз өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын!